Анашым, жеңіс күні қарсаңында атамыз туралы еске алайық. Әрине қызым, бұл суретте менің ең сүйікті, ардақты анашым мен әкешім. Менің әкем Жұмабаев Сейтжан Жұмабайұлы 1912 жылы 20 желтоқсанда дүниеге келген. Ол майданға шақырылғанда тіпті 20 жаста да толмаған. Менің әкем қиыр шығыстағы кеңестік Жапон соғысына қатысқан. 1946 жылға дейін шығыс шекараны күзетіп тұрған. Бір жылдан кейін көктемде үйге оралды. Соғыстан қайтып келгеннен кейін менің әкем анашым Ажар Мұқашқызына үйленіп, шаңырақ құрған. Біздің отбасымызда 10 бала. Үлкен ағам 73-те Нұр-Сұлтан қаласында тұрады. Сол отбасындағы мен ең кенже қызымын. Ол қатыгез, оқ атқан соғыс туралы бізге көп айтқан жоқ, бірақ оның көздеріндегі терең қайғы әлі есімде. Жыл сайын 9 мамырда біздің үлкен отбасымыз қара шаңырақта жиналып, әке анамыздың бетіне барамыз. Дилназ, сенің атан соғыстың ардагері және ұлы жеңіскері. Сен оны әрқашанда есіңде сақта. Бұл саған менің аманатым. Сапта тұрар өз ақшыларым қасқая.